Жасым 29-ға толды. Сөйтіп мен келіншегіммен сөйлестік. В общем, не сыйларымды қалайсың деген сияқты нәрсе сұрады. Мен ішінде давай енді мен өзіме чекап сатып алмас едім, сен маған чекап сатып алып берші, яғни организмді мен тексеріс жасағым келеді. 29 жыл бойы организм тегін қолдандым. Соның бір тексерісін жасап, емдейтін нәрсесі болса, емдегім келеді деген ниетпен, в общем, маған чекап сыйлады. Енді бүгін мен соның чекапты өтемін. Ішінде оның көз, құлақ, бас, ауыз қуысы, ЖКТ, жүрек деген сияқты бүкіл органдардың тексерісін жасаймыз. Ал бастаймыз. Клиниканың ішіне келдік. Мені сразу осындай бір корейский кимоно дейміз ба, киімге кигізіп тастады. Қазір көрсетемін. Мынандай екен үстімізге. Қазір енді қасыма бір медсестраны тіркейді екен. Менімен бірге бүкіл кабинеттерде минутымен саналған, солай бойынша анализдер тапсырып өтіп шығамыз. Одан кейін анализдерді онлайн өздері жібереді. Вес 75, рост 172. Біз клиникаға 10:30-да келдік. Қазір сағат 12:30 шамасы болып қалды. Осы уақыт арасында қан тапсырдым, көзімді тексерді, өкпемді тексерді. Одан кейін ана мышечная какой-то бір өзімнің белімдегі нәрсемен МРТ жасады, аппаратпен тексерді. УЗИ брюшной полости болды, предстательной железы, почек, печени, селезенки, неден кейін тағы бір железалар, в общем, барлық сонный артерия, мына жақтың барлығын тексерді. Енді қазір мен соңғы эндоскопический процедура өтіп бара жатырмын. Яғни менің асқазанымның шымполын тексереді. Мен қазір тамақ ішпедім. Қазір мен ұйықтатқаннан кейін ішке полный камерамен кіріп, ішінде қандай симптомдар, қандай бактериялар барлығын тексеріліп, кейін барып назначение беретін болады. Айта кетейін, менде ешқандай ауру жоқ, Аллаға шүкір, өзімді жақсы сезінемін. Просто осындай бір превентивный бір чекаптан өткелі жатырмын. Эндоскопия жасады, желудка. Она делается под седацией. Что я кинулся? Отлетел, и вот и проснулся. Мы вышли с седации, мы дегенде, я. Өте жақсы тез өтіп кеткен сияқты, значит, проблема осложнения болмаған деген сөз. Өте жақсы, қазір енді басым айналып жатыр. Қасымда сен, Сергей, обязательно рахмет. Везде меня сопровождала, помогала. Қазір врачқа кіреміз. Ол врач осы эндоскопия нәтижесімен қандай да бір ЖКТ-ның ішінде, яғни желудочно-кишечный тракттың ішіндегі ақаулар болса, рекомендациялар болса, соларды айтады. Протоки нормальные, видите? Отсюда желчь выделяется, Это все уходит. вместе с лечением произойдет. Все управляемо, вовремя пришел, гастрит вылечить. Понятно, да? Спасибо. Хорошо, Вам также. Достар, менің 2 күндік чекабым осымен бітті. Менің артымда тұрған Open Healthcare, яғни Korean Medical Center Алматы деген жер. Кореялық клиникалармен серіктестікпен бірге ашылған жер екен. Маған өзіме қатты ұнады. 2 күн қатарынан түрлі енді диагностикалар, лучевая диагностика, қан алды, гормондарға алды, тағы да қосымша жаңағы МРТ, КТ, паховая зона, тазовая зона, үстіндегі мышечный масса деген сияқты бүкіл тесттер жасады. Оның ең ішінде мен үшін ең маңыздысы ол менің ЖКТ-м, яғни ас қорыту жүйемнің ішінен де, сыртынан да бүкіл жағынан зерттеп, какой-то бір ерекшеліктер болса, соны дұрыстауға кеңестерін Құдай қаласа келесі аптада тыңдауға барамын. Жалпы атқарылған қызметіне, сапасына және өзінің мамандарына және ішіндегі инструменттерге, технологияға мен жалпы өзім разымын. Осындай бүгін менде сәт.